Көбінесе ашыған сүт өнімдерінде ас қорыту мен иммунитетті жақсартатын пайдалы бактериялар бар екеніне назар аудартатын жарнамаларды көреміз. Бұл шынымен де солай ма? Шынында да, йогурттың құрамында лактобактериялар, кейде бифидобактериялар көп мөлшерде болады. Айранның адам организміне пайдалы әсері. Ең бірінші ас қорыту жүйесін реттейді. Жара және күйіктерді емдейді. Көзге пайдалы А. Жетілу үшін Е витамині бар. Антибиотиктердің қосалқы әсерлерін жояды. Жүйке және жүрек үшін қажетті В1 витамині бар. Іш өту және ішек ауруларының алдын алады. Терінің жақсару үшін В2 витамині бар. Құрамындағы ақуыз адамның күшін арттырады. Сүйектің жетілуі үшін Д витамині бар. Ішек улануларынан сақтайды.